Баршаңызға сәлем, сіздермен Луиза. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен миксерсіз бір ғана жұмыртқадан жасалынатын шоколадный кекстердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бір ғана жұмыртқамызды ыдысқа бөліп аламыз да, осындай шай ішетін кеседе бір кесе шекер салып, шекер ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алып, шай ішетін кеседе бір кесе сүт құямыз. Сүтімізді құйып болғаннан соң бір кесе сұйық май қосамыз. Барлық қоспаларымызды қосып алып, венчиктің көмегімен бір-екі рет осылай араластырып аламыз. Енді құрғақ заттарымызды қосамыз. 2 кесе ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель, 1 ас қасық какао қосып, барлығын ситадан өткізіп аламыз да, жақсылап араластырамыз. Мен қолданатын какао, ол голландский какао, кондитерлік дүкендерден тапсаңыздар болады. Міне массамыз осылай болып шықты. Енді кекске арналған арнайы қалыптарда осындай формочкаларға енді салып шығамыз. 1 ас қасықтан какао қосылған массамызды саламыз да. Барлық формаларға осылай 1 ас қасықтан салып, үстіне начинкамызды салып шығамыз. Начинка менде вареный сгущенка. Вареный сгущенканы шай қасықта 1 қасық саламыз. Начинкамызды салып болғаннан соң, енді бетіне тағы да 1 ас қасықтан какао қосылған массамызды салып, бетін жауып шығамыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, қасықтың көмегімен салып шықсаңыздар болады формаларға, немесе кондитерлік мешоктарға салып, сол мешоктың көмегімен толтырсаңыздар болады. Енді кекстерімізді 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіреміз. Кекстің піскенін ағаш таяқшалармен тексеріп шығамыз. Егер де ағаш таяқшаларыңыз құрғақ болатын болса, онда кекстеріміз пісті деген сөз. Біздің кекстеріміз пісіп шықты, осылай әдемі болып көтеріліп, жұп-жұмсақ болып шықты. Арасында осындай начинкасымен. Міндетті түрде осы рецептпенен дайындап көріңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған Луиза, сау болыңыздар.